Ал құрметті ағайын, міне алдарыңызда домбыраны оңай тартуға арналған сызба. Міне жақсы адамдар, мәні тек қана мына сандарды домбыраның пернесінен санап табасыздар. Тірліктен іздеп, яғни 7 болса 7-ші пернені басасыздар. Міне буынға бөлініп сөзі дайын жазылып тұр. Тірліктен іздеп келеміз пайда, қол созамыз көп, неге біз айға. Міне сандары, яғни 5 болса 5-ші пернені басасыздар. Міне мына домбыраның пернесінен мына жерде сурет тұр ғой, міне 5-ші пернені басасыздар. 5 болса, 7 болса 7-ші пернені басасыздар. 3 болса 3-ші пернені. Міне барлығы дайын. Күш табатындай, мына жерде сандары бөлек, сандары өзгеріп отырады. Міне күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда. Міне басқа да әндер бар, осы тәсілмен жазылған. Қайырмасы, мына жерде қазақ осы әні, алғыс әні. Қайырмасы тек қана сандар мен сөз болады. Міне барлығы тиімді, қиын емес ешқандай. Тағы да бір ән сондай тәсілмен жазылған. WhatsApp арқылы жібереміз, электронды форматта фото ретінде. Тиімді бағада ала аласыздар. Міне неге әні. Үйренуге өте ыңғайлы. Домбыра тартам десеңіздер, міне тек қана астыңғы шекті басасыздар. Алғашында оңай болу үшін. Ал баршаңызға сәттілік. Домбыраны үйреніп алыңыздар, сәттілік. Осы әдіспен 100% үйрене аласыздар, енді қиын емес. Жақсы адамдар мәні. Жоқ, қазақ осы. Қазақ осы. Жақсы адамдарым жаңа басында айттым. Міне бұл жақсы адамдар мәні. Ал баршаңызға сәттілік.